Естірту. Қазаға ұшыраған адамның қайғылы хабарын оның жақын туыстарына хабарлау рәсімі. Ауыр қаза, қайғылы оқиғаны жанашырларына, ел жұртына өлеңмен естірту дәстүрі қазақ халқында ертеден бар. Ардақты азаматы, не батыр бағланы өлген үйдің жанкүйер жақын туыстарын азалы хабарға дайындап, әзірлеп алу үшін естірту көбінесе аққу ұшып көлге кетті, сұңқар ұшып шөлге кетті, ол адасып кеткен жоқ, әркім барар жерге кетті деген сияқты салыстырулар түрінде болған. Ауыз әдебиетінде естіртудің мол ұшырасуы қазақ халқының жан дүниесінің тазалығын, қайғы көріп қаралы болғанға қабырғасы қайысып, ауыртпалықты бірге көрсететінін танытады. Жалған дүниеде баянды ештеңе жоқ, бәрі де өтет деген ишарадан кейін барып қана өлең қайғылы хәлді естіртеді. Яғни естіртудің образдық құрылысында пернелеу, тұспалдау басым. Мұнда поэтикалық образ үшін табиғат құбылыстары, жануарлар, тарихи тұспалар алынады. Қайғылы хабар содан кейін барып естіртіледі. Ал өлеңнің соңғы бөлімі көңіл айтуға, жұбату жырына ауысады. Естірту кейде күңіренген күй сазымен де орындалатын болған. Бұған жошының аң аулап жүріп өлген ұлының өлімін оған күймен естіртуі дәлел. Ақсақ құлан күйі осылай туған. Естіртудің соңы көңіл айтып, қайғылы хабарға ортақтасып, жұбатуға ауысады.